Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті гүлсер көрермендерім. Бүгін мен сіздермен авокадо дәнін қалай тамырлатқандығым жөнінде бөлісемін. Қызықты мәліметтерді қалдырып алмас үшін алдымен каналыма тіркеліп, ұнап жатса лайк басып, қажет болып жатса сұрақтарды қоюларыңызды, пікір жазуларыңызды өтінемін. Енді мен осыдан бірнеше апта бұрын авокадоның дәндерін суға салып тамырлатқан болатынмын. Қазір соның мен көрсетіп таныстырайын. Мінекей авокадоның мынау дәні, мынау өскен тамырлары. Бұл авокадодан қос тамыр бірден шықты. Мінекей түбінен қалың қос тамыр шықты. Ол кейін мынандай жаңағы тармақталып әрі қарай өсті. Бүгінгі таңда бұл тамырдың ұзындығы 8-9 сантиметрге жетіп тұр. Ал енді одан кейін осы тамырлар енді бір 2-3 сантиметр шыққан кезде бұған жоғарғы жағынан, мына жарылған тұстың жоғарғы жағынан сабағы шыға бастады көрініп. Сол сабақша міне бүгінгі таңда 12 сантиметрге жетіп, жоғарғы жағынан, осы суда тұрғанда ғой енді, жоғарғы жағынан мінекей жапырақ бергелі жатыр. Қазір мен оны сіздерге нақты көрсетедім екен. Мінекей осылай жапырақ ашқалы тұр мінекей. Енді жалпы ұзындығы бұның 8-10 бір 20 сантиметрден артық, 25 сантиметрдей болады. Бұл авокадо дәндерін мен тек қана жаңағы қар суына салып қойдым. Оны өздеріңіз менің бұрынғы видеоларымда бар. Сол кезде мен оны қалай тамырлатуды, қалай жасау керек екендігі көрсетілген. Мен оны сіздерге қайталап айтып жатпаймын. Тек қана мінекей стаканның түбіне дейін тіреліп тұр. Дәні жоғарғы бетінде тұр. Ал сабағы одан жоғары асып тұр. Міне осыдан ақ оның қанша жаңағы биіктігі бар екендігін көруге болады. Ал енді мынау екінші авокадо. Бұл дәні кішірек болған. Бұны да алып көрсетейін сіздерге. Кішірек болған. Бұдан шыққан тамырлар міне 3 тамыр шықты. Алдымен кішірек бір мынадай қара болып көрініп тұр ғой, әні түбінде сол шықты. Сосын одан әрі қарай өсіп мұнша жаңағы тамыр шықты. Енді бұның жоғарғы жағындағы жаңағы сабағы әлі ішінен шыққан жоқ, бірақ мына дәннің бойына жетіңкіреп қалды. Мынау екі сіріңкені сындырып арасына қойғаным, арасындағы сабағы қысылмай еркін шықсын деп арасын кішкене ашыңқырап қойдым. Көңіл бөліп қарасаңыздар, арасынан әне сабағы сіріңкеге таянып қалды, сіріңке шиларына таянып қалды. Міне енді мынау кішкене тұрады, не болмаса екеуінде уже егетін кез келді. Негізі мынаны уже бұтағы 1-2 сантиметр сабағы шыққан кезде еге беруге болатын болған, бірақ менің қолым тимеді, сондықтан бұл ұзаққа шегеріліп қалды, ұзаққа кешігіңкіреп қалды. Ал енді тағы да бір айтайын дегенім, мынау гүл, бұл тоже авокадо. Бұл гүлді де мен осылай, дәл осылай тамырлатып еккен болатын. Қазір мұны да көрсетейін. Мінекей, бүгінгі таңда бұның 5 үлкен жапырақты жайды, 6-шы және кішкене ғана 7-ші жапырақтары енді ғана жаңағы көрініп келе жатыр. Ал енді мына авокадоның дәні міне домалағы ортасында тұр. Мұнда да көрініп тұр сіздерге жаңағы авокадоның ортасынан шыққан дәні сіздерге
әдемі көрініп тұр мінекей. Бұл өзімнің қолыммен дәл осындай тамырлатып өсірген менің жаңағы авокадом. Бұл маған өте қатты ұнайды. Бұларды мен жаңағы бөлме температурасында, жарық жерде, тек қана қыс кезінде, міне қыс аяқталып жатыр ғой, қармен суардым. Қарды аптасына бір рет 2 пакетпен толтырып, үлкен жалпақ пакетпен. Қар деген жеңіл болады ғой, тап-таза қарды алып келемін да, үлкен шараларға салып, кешке қарай түнде алып келемін, сосын шараларға салып қойсам, таңертең оның бәрі еріп тұрады. Одан кейін сүзіп 20 литрлік жаңағы бутыл бар ғой, судан босаған, соған құйып қоямын, барлығын жинап. Сосын тек қана гүл суаруға қолданамын. Ал жаз кездерінде жаңбыр жауғанда мен 2 бутылкаға дейін толтырып, жаңбыр суын құйып аламын. Мен жаңағы жер үйде тұрмаймын, көп қабатты үйде тұрамын. Сондықтан жаңағы ол жерде жаңбырдың суы ағатын труба болады. Ол менің дәл подъездімнің жанында, қасында тұр. Сондықтан мен бутылымды алып шығамын да, жаңағы су ағып атқанда, қандай темппен ақса дағы, кейде қатты ағады, қатты жаңбыр болғанда, кейде ондай уақытта уақытым болмауға мүмкін, аз ғана сылдырлап, аз ғана самаурыннан аққандай болып тұрса да, мен ерінбей бутылымды қойып қоямын. Сосын таза ауада серуендеп келгенше ол толады. Кейде жаңбырлар аз сіркіреп жауады ғой, енді тоқтамай. Сол кездерде осылайша толтырып аламын. Және оны келесі жаңбырға дейін ол менің гүлдерімді суаруға жетеді. Міне осылайша менің гүлдерім осындай әдемі болып өсіп келе жатыр. Басқа гүлдерім де менің қазіргі таңда гүлдеп жатыр. Жас осындай өсірген герань гүлдеп жатыр. Одан кейін орхидеям гүлдеп жатыр. Оның барлығы осы қар суының суарғандықтан деп өзім ойлаймын. Қар суы бұл табиғи су, және сонымен бірге оның құрамында осы өсімдіктерге қажетті дәрумендердің барлығы бар деп ойлаймын. Және сонымен бірге ол жұмсақ. Бұл өсімдіктерді табиғаттың бір бөлшегі, ал жаңбыр, қар суы да ол да бір табиғаттың бөлшегі. Сондықтан олар бір-біріне жаңағы үйлесім табады бір-бірімен. Мінекей, мен бүгін сіздерге авокадо жайында осындай сырлармен бөліскім келді. Келесі жолғы видеомда бұл авокадоны қалай отырғызуды көрсетпей тұрған себебім, ол туралы менде видео бар. Сондықтан каналыма тіркеліп, қалай отырғызғандығымды сол видеодан көріп алуға болады. Қызықты сәттерді, қызықты мәліметтерді қалдырып алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеомда мен осы әртүрлі авокадодан да басқа манго егіп жатырмын, тағы да басқа манго, авокадо, одан кейін анарым өсіп тұр, граната, мандарин, апельсин, лимондарым, олар да уже көтеріліп биіктеп келе жатыр. Осылардың барлығын сіздерге шолу жасап көрсетемін. Қызықты сәттен құр қалып қалмаңыздар. Барлығы сіздер үшін. Қош сау болыңыздар.